Қазақты жылқы мінезді халық деп бекер айтпайды. Айғырдың өзінен туған ұрғашы құлыны байтал шыққанда үйірінен бөліп тастайды. Өз баласына шаппайды, жылқының тектілігі де осында. Азулы айғырлардың өзі үйірін ит құсқа бермейді. Айғырдың ашуын білетін адамдардың өзі үйірді айналып өтеді. Жеті атасына дейін бір-бірінен қыз алмай, қанын таза ұстаған қазақтың тектілігі осы жылқыдан алған ба деп қалам. Қазақ қой мінезді момын баласына жылқы баққызып жігерін жаныған. Жыл жарым жыл жылқы баққан жігіттің мінезі өзгеріп қоя берген. Сонда қолына 5 қаруын алып еліне қорған болған. Жылқы судың тұнығын ішіп, шөптің шүйгінін жейді. Сиыр құсап жуын ішпейді. Толарсықтан саз кешіп, ауыздығымен су ішсе еңсесі түспейді. Осы қасиеттер үшін қазақ халқы 4 түліктің ішінде жылқы малын жақсы көреді. Жүрсе көлік, мінсе серік, ішсе сусын, жесе тамақ болған жылқының қасиетін ерекше бағалайды. Бүгінде біз осы жылқы мінезден айырылып бара жатқандаймыз. Елдің ішінде азғындық көбейді. Оның ішінде өз қара көздеріміздің арасында өзінің туған қызына асылған айуандардың саны да күн санап артып бара жатыр. Осы доңыз мінез бізге қайдан келді? Қай ниетімізден таптық? Өзегін жоғалтқан халық өр мінезінде жоғалтады. Көкке қара бұлыған көкбөрінің ұрпақ едік деп мақтанамыз. Сайын даланың төсінде бауырыңды жазып көсілгің келсе, жылқы мінезді қасиетіңе қайт орал қазақ. Аттан түспе палуан, аттан түспе.